Assalamu alaikum, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай қияр мен помидордан өте жеңіл, әрі оңай салат жасайтын боламыз. Ең әуелі қияр мен помидорымызды жуып тазалап аламыз. Одан кейін өзіміз қалағандай етіп турап аламыз барлығын. Осылай жіңішкертіп турап шығамыз. Бұл салат асығып тұрған кезіңізде оңай жасалатын салаттардың бірі болып табылады. Енді помидорымызды тураймыз. Осылай чет-четін алып тастап, дәл видеодағыдай турайтын боламыз. Бұдан да кішірек турасаңыздар болады. Өзі пайдалы әрі оңай салаттардың бірі. Қонақ келген кезде де дереу жасай салғанға ыңғайлы болады. Осылай барлығын турап алып, қиярымыздың үстінен қосатын боламыз помидорымызды. Неке барлығын қосып, одан кейін көк пиязымызды турайтын боламыз. Осылай көк пиязымызды ұсақ турап аламыз. Көк пиязыны қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Қоссаңыздар салатқа жақсы дәм береді. Неке осылай барлығын ұсақтап турап, салатымыздың үстінен қосамыз. Неке осымен салатымыз дайын болды. Өте оңай жасалады, артық ештеңесі жоқ. Енді дәміне қарай тұзын себеміз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Неке осымен салатымыз дайын болды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.